Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге жақсылап осы кухняны жинастырып алатын боламыз. Өйткені бізде 1-2 күн жаңағыдай жел тұрды, қатты жел тұрды. Сондықтан үйге қанша дегенмен де шаң кірді. Солардың барлығын жақсылап сүртіп аламыз и ішін жақсылап реттестіріп аламыз. Өйткені ыдыс-аяқтың барлығы орындарынан жылжып кеткен. Соларды реттейтін боламыз. Енді бізде кухняның есігі күнделікті ашық болғандықтан шаң қанша дегенмен де кіреді үйге. Есікті жауып қойсаң, кәдімгідей ыстық болып кетеді. Сондықтан есік күнде бізде ашық тұрады. Мінекей сіздерге досын көрсетіп жатырмын. Осындай болып шашылып кеткен. Одан кейін сіздермен бірге реттестіріп қоятын боламыз. Бұл жерде енді мен ешқандай майында ештеңе де кетірмеймін, ешқандай әзелетті қолданбаймын. Енді мен газ плитаны жақсылап жуып алуым керек. Енді бүгінше жумаймын бұл жерде, өйткені ет асатын боламын. Сондықтан пока газ осы күйінде тұрады. Өйткені қатты ластанып кеткен газде оны да жақсылап жуып алу керек әзелетпен. Қара болғаннан кейін мүлдем көрінбейді. Газдың бір жақсы жері қара болған жақсы екен. Сол кезде ештеңе көрінбейді. Былай қарасаң, кәдімгідей тап-таза болып тұрады. Асам деле майшамен, кәдімгідей фонарикпен қарасаң, кәдімгідей өте майлар көп. Олар қараменен бірге араласып тұр, шын айтқанда. Мінекей сіздерге астында көрсетіп жатырмын. Астында да осындай шашылулар бар. Менде енді жаңағыдай майда шүйде макарондар кішкентай қалған, солардың барлығын осы жерге тыға берген ғой. В общем, күн ыстықта ештеңеге қараған жоқпын, осылайынан қалай бар солайынан сала бергем ғой. Менде енді осы кухнядан шықпаймын жаз бойы, әйтеуір аптасына 1 рет болса да міндетті түрде шаңын сүртіп тұру керек. Кішкене болса да паутиналарды қарап тұру керек. Өйткені бізде есік ашық болғандықтан міндетті түрде бәрібір де кіріп кетеді. Любой тесіктен тесікте көп, есікте ашық дегендей. Сондықтан барлығын жаңағыдай тексеріп тұру қажет. Кейбір кезде бұрышына паутиналар кіріп кетуі мүмкін. Мысалға бізде кухняның арты ашық, жаңағыдай майда тесіктер де бар ғой, қанша дегенмен де олар кіреді, кішкентай паутиналарда жүре береді. Сондықтан өйстіп жаңағыдай сүртіп тұратыным бар. Жаз бойы енді осы кухнямен алсам, кішкене күздің күні, қыстың күні енді есік жабық болғандықтан бұл жерге ондай қатты жолай бермеймін. Но жаздың күні осы жер менің жұмысым, әйтеуір осы жерге айлық төлеу керек негізде, өзіне айлық жазып алды деймін. В общем, өзім еңбегімді өзім бағаламасам, ешкім бағаламайтын сияқты, ешкім көрмейтін сияқты. Мысалға, үйде не істеп жатсын, не қылып жатсын, ешкімде хабары жоқ. Мысалға, тазалықты сақтап отырасың, иә. Жаңағыдай үйде майда шүйде заттар бар, көрінбейтін, иә. Оларды мысалға күнделікті жасап отырасың, олар мүлдем көрінбейді, сезілмейді да, даже өзің де сезбей қаласың. Жаңағыдай бірнеше күн, бірнеше апта бойы жұмыс істемей, жай ғана жатса, солардың барлығы жәймендеп көріне бастайды. Мысалға, мен 1-2 апта осы кухняны жинамадым, иә, уже орындар ауысып кеткен, контейнерде мүлдем макарон жоқ, қант жоқ дегендей. Енді жалғыз мен өзім бұл жерде тамақ істемеймін. Кей кезде папамыз да тамақ істейді, макаронды таппай қалады. Қантты жақсы көретін папамыз қантты таппай қалған болатын. Жаңағыдай алмат өзіне таңғасын жасап жейді, жұмыртқа қуырып жейді. Ол да жаңағыдай өзінің керекті заттарын таппай қалады. Сол кезде менен сұрайды, осындай қай жерде деп. Мен айтамын, кейбір кезде енді өздері толтырып қояды, но көбінесе мен толтырып барлығын орнына реттестіріп қоятын мен. Бұлардың барлығы негізі майда шүйде тірлікке жатады. Мысалы, бұл көзге көрінбейтін тірліктер, мысалға. Олар тек қана толып тұрған контейнерді ғана көреді, жиналып тұрған заттарды ғана көреді, болды. 1-2 күндей тірлік істемеп едім, осының барлығы көрініп қалды. Шын айтқанда, мінекей енді барлығын орнына қойып жатырық, толтырып жатырық барлығын. Енді қайтадан бұрынғыша өз қалпына келді. Барлығын өзіміздің қолымызға ала бермей, кішкене үйдегі адамдарға да бөліп беру керек деп ойлаймын өзім. Кейбір заттарды, мысалға, бізде алмат жаңағыдай кейбір тірліктерді өзі жасай береді. Солайынан жаймен үйретіп жатырмын. Жаңағыдай нағашы әжесінің үйіне барған кезде де ол жақта да үйретіп жіберді, но маған келгеннен кейін кішкене еркелеп қалды да, біраз заттарды жаңағыдай істемей қойды. Негізі мен 2 інім де жасай береді. Мысалға, бізден мамам үлкен кісі болғаннан кейін жұмыстан келгеннен қанша дегенмен де шаршайды. Сондықтан үйдегі жаңағыдай ер бала екеуі де бөлісіп алған тірлікті. Мысалға, кіші інім үйді жинайтын болса, үлкен інім жаңағыдай ыдыс-аяқтарды, сондай майда шүйде заттарды жасайды. Но көбінесе енді кішкентай болғаннан кейін кіші інім үйді көбінесе жинап жатады, пылесостап
жасап жатады, жаңағыдай туалет ваннаны да жуып жатады. Ол жақтан ешқандай ерсі көрмеймін. Одан кейін барып жаңағыдай бізде өзіміздің лично өзіміздің отбасымызда кім тамақ ішті, сол өзінің жаңағыдай орнын жинап кетеді. Мысалы бір бокал шай ішсе, жаңағыдай бір тарелкамен тамақ ішсе, соны жуып орнына қайттан қойып қояды. Інім де сондай, даже папам да сондай. Негізі біз солайынан үйренгенбіз. Бізде бөліну жоқ. В общем, мынау әйел затының тірлігі, мынау ер адамның затының тірлігі деп ешқашан бөлінбейміз. Қандай тірлік бар, барлығымыз бірге жасай береміз. В общем, бізде сондай. Сіздермен бірге жоғарғы шкафты жақсылап сүртіп алдық. Мінекей ең соңғы этапқа келдік. Негізі бірінші шкафтың астын сіздермен бірге жақсылап жаңағыдай сүртіп алдым деп ойласам, сөйтсем видео басылмай қалыпты. Қарасам, видео сол күйінше тұр. Жаңа видеоны іздеймін, сонымен таппай қойдым. Сөйтсем басылмаған екен, соменен солайынан қалды. Мінекей енді ең соңғы этап, жаңағыдай кішкене болса майлар бар, соларды жақсылап сүртіп алып жатырмын, шаңдарын сүртіп алып жатырмын. Бізде енді осындай жаңағыдай газдың трубалары бар, осылайынан кухня гарнитурды осылай тесіп қоюға тура келді. Осылар қатты кедергі жасайды. Кухня қояр кезде бізде кәдімгідей бас қатыру болады. Бұл жерде де біз кухняны қойған кезде кәдімгідей бас қатырдық. Сонымен осылайынан қойдық. Негізі менің кухням вообще стандартқа сай келмейді, вообще. Кухня деген аты болмаса, былай іші кішкене кішірелеу, кішкене болса да узкилау. Мысалға мен ыдыс аяқтарды қоятын болсам, қиғашынан қоямын да. Менде жаңағыдай спокойно бір көлденең қою, мен алыс қою деген мүлдем жоқ менде. Мінекей сіздермен бірге әңгіме айта отыра төменгі жаққа да келіп қалдық. Бұл жерді де жақсылап реттестіріп алатын боламыз. Менде жаңағыдай үстіңгі полкада осындай кеселер, жай ғана табақтар тұрады. Бұл жерде де ешқандай артық заттар жоқ, тек қана керекті заттар. Одан кейін астында жаңағыдай менде техникалар болды. Басқа ештеңке қойғым келген жоқ. Кейбіреулер енді қосылып кеткен, олардың барлығын алдым. Қайтадан жаңағыдай контейнерге салып қойдым. Мінекей бізде осындай тәртіп. Жаңағыдай енді бізде папамыз кішкене болса да қарсылық жасайды. Жаңағыдай мен үй жинамаймын, әйелдің тірлігі, мен жинап қалсам, типа әйел сияқты болып қалам дегендей сондай әңгімелер айтады. Но ойнап та айтатын шығар деген ойдам, но сонда да көмектесіп жатады. Бұрындары бізде полуавтомат болған кезде міндетті түрде үйдің жарты тірлігін папам жасайтын. Мысалға өзім жолдасым жаңағыдай түскі асымды жасап беретін, шайымды қойып беретін. Өйткені біз аптасына бір рет, екі рет қана кір жуатынбыз. Сол кезде өте көп киім бізде жаңағыдай жиналып қалатын. Оның үстінен есіктің алдында мүлдем жаңағыдай су жоқ болатын, басқа жақтан тасып алатынбыз. Уақытша солай болған болатын. Сол кездерде папамыз жаңағыдай көмектесетін, стирка болған кезде. Одан кейін жаңағы енемізде көп нәрсе істей бермейді. Мен байқадым да, салат жаппайды екен, салатты қайнатамыз жабады екен. Мен естігенде қызық, өзім күлген болатын. Но енеміз көп бас қатырмайды үйдің тірлігіне. Мен соны байқап қалдым. Но қайынсіңліміз пысық, өте пысық. Үйді де жақсылап жинайды, тамақты да өте керемет жасайды. Прям үйдің тірлігіне керемет. Енді даланың да тірлігіне, үйдің де тірлігіне. Мал шаруашылығы болса, малдың шаруашылығына кете береді қайынсіңліміз. Үйдің қандай тірлігі болса да кете береді. В общем, далаға да от жағып, тамақ істегенді өте жақсы көреді. И өзі де сондай жерге тиді, ауылда жерге тиді. Газы жоқ, ештеңкесі жоқ. Ешқандай қиналмай любой жұмысты істей береді. Сол жері жақсы. Мүлдем шаршамайды, шаршаймын деген әңгіме жоқ негізі. Мінекей соңғы шкафқа келдік. Бұл жерді де мүлдем жинамай кеттім. Шын айтқанда барлығы сыртқа шығып кеткен, барлығы орнынан ауысып кеткен. Енді бұл жерге үйдегі адамдар көп араласа бермейді. Тек қана бұл менің өзім шкафым деп ойлаймын. Өйткені бұл жерде тек қана өзім заттарым ғана, жаңағыдай үйдегі адамдарға керек емес заттар ғана тұрады. Сондықтан бұл жерде өзім шашам, өзім реттеймін. И менде осындай пакеттер көп пайда болды. Енді бұл нанның пакеттерін бөлек алып қаламда, мен жаңағыдай магазинге келген басқа да жаңағыдай продукты салатын пакеттерді бөлек алып қалам. Нанның пакеті қанша дегенде тап-таза. Бұл пакеттерге жаңағыдай ет салсаң да болады. Одан кейін қыстың күні жаңағыдай перец, помидор сондайларды салып қойғанға өте жақсы бұл пакет. Сол үшін осылайынан бөлек жинаймын көбінесе. Нанды енді қазір сатып алып жатыр қой, сондықтан пакеттер жиналып жатыр. Нанның пакетін мүлдем тастамаңыздар, олар өте таза. Қанша дегенмен нан сақталады. Жаңағыдай күнделікті нан
сатып алғаннан кейін ол жиналады. Негізі бөлек жинап қойсаңыздар, жаңағыдай магазиннен арнайы бар пакет сатып алудың қажеті жоқ. Осымен-ақ барлығы жиналады негізі. Негізі өзім бір жаңағыдай сумка сатып алсам ба деген ой болды, бірақ екі жақтан да ойладым. Сумка сатып алғанмен де бәрібір де пакет болады. Өйткені біз көп нәрсені грамдап сатып аламыз, оған бәрібір де пакетке сап береді. Лучше жаңағыдай қандай болсын, бәрібір пакет екен ғой. В общем, пакеттен мүлдем арылмайтын сияқтымыз. Но жаймен келе жатырық. Бұрынғыдай пакет емес, жаңағыдай көп нәрсені жай ғана салып алып жатырмыз. Жаңағыдай пакетке де қазір ақша алатын болған көбінесе. Мінекей, енді сіздермен бірге шкафтарды жақсылап жинастырып алдық. Енді осы бұрышқа келдік. Бұл жерде гүлдердің барлығын алып тастадым. Видеоның соңында түсіндіретін боламын не үшін алып тастағанымды. Бұл жерді де жақсылап сүртіп алатын боламыз. Как раз картошка, пияз бітіп жатыр. Контейнерде жақсылап сүртіп алатын боламыз. Бұлардың да шаңын сүртетін боламыз. Өйткені гүл тұрғаннан кейін бұның да беті қатты шаң болады. Бұрындары жиі сүртіп тұратын. Гүл тұрмаған кезде, қазір гүл тұрғаннан кейін мүлдем сүртпей қалдым. Мінекей, осылардың барлығын реттестіреміз. Одан кейін бұл бұрышты мен мүлдем сыпырмайды екен. Мен ылғи да бұл бұрышты жақсылап губкамен сүртіп аламын. Соны артынша тағы да жаңағыдай тряпкамен жақсылап сүртіп алатыным бар енді. Бұл жерде енді бізде көбінесе гүл тұрғандықтан кішкене болса да паутиналар жаңағыдай бізге келеді. Өйткені гүлге тиіспейсің ғой, өзімен өзі бір аптадай тұрады. Содан кейін ешкім тиіспегеннен осы жерді олар жақсылап иеленіп алған, в общем, паутиналар. Бұл жерінде паутинасын жақсылап сүртіп алатын боламыз. Одан кейін маған жаңағыдай пештің жанындегі, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, стена мүлдем ұнамайды. Негізі біз бұл жерде эмульсиялаған болатынбыз. Эмульсияның барлығы түсіп қалды да, осындай орын болып қалды. Негізі стеналар құлайын деп тұр. Папамызға бірдеңке жаса деп едім, ештеңке жасамадым. Осы стена түгелмен құласын, содан кейін бірдеңке жасайтын боламыз. Бізде енді ер адамдар сондай ғой, алдын ала айтасын, ештеңке істемейді, жаңағыдай байқамайды, одан кейін түгелмен құлайды, или болмаса басқа болады, сол кезде ғана жасайды олар. Стена құлағаннан кейін өзің айтасың ғой, бұрын білгем осы стенаның құлайтынын, саған алдын ала жаңағыдай ескерткем, сен істемегенсің деп біз тұрамыз, сөйтіп. В общем, сондай қызықтар. Сіздермен бірге қазір жақсылап полды сыпырып, полын жуып алатын боламыз. Негізі көп болды сіздермен бірге осы жаңағыдай кухняның полын жумаған. Бұрындары жиі сіздермен бірге бөлісіп отыратын. Енді бізде ламинат қатты ескіріп кеткен. Бұл ламинат не көрмеді десеңізші. В общем, мен жаңағыдай полуавтомат стирка кезде осы жер қатты су болатын. Соған төтеп берген ламинатқа рахмет айтам. Негізі мықты екен. Осы жерге негізі нағыз кетті ламинат. Өзіме қатты ұнайды, но кішкене болса да ескірген. Мінекей, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Точкасы бар. Үнемі сол жерді баса беретін болуымыз керек. Әйтеуір желініп бара жатыр ол жерде. Қазір енді бізде бір күн жел тұрса, бір күн жел тұрмайды. Мінекей, мен жинаған күні жел тұрған жоқ. Бүгін енді бізде жел тұрып жатыр. Мен есікті жауып қойдым. Міндетті түрде есікті жауып қоям. Өйткені онсыз болмайды. Сәл есікті ашсаң болды, кіреберіс жерге кәдімгідей шаң жиналып қалады. Негізі жаздың күні емес, қыстың күнде осы жерді сүртіп жатам. Әйтеуір азаннан кешке шейін осы жерді сүртем де жатам. Қыстың күні вообще қиындау болады, өйткені аяқ киімді осы жерге шешеміз, балшық төрге дейін келеді. Міндетті түрде сүртесің. В общем, кішкентай ғана кухня, бірақ осы жерден шықпаймын. Азаннан кешке шейін үлкен кухня болса білмеймін енді. Вообще сол жақта қонатын шығармын мен. Негізі кішкентай үй болған жаман осындай жері. Кухня, аяқ киім шешетін барлығы бір жерде, қанша дегенмен де шашылады. Барлығы бөлек болса өте жақсы. Кішкентай болса да барлығы бөлек болса өте жақсы. Мінекей, бізде барлығы бір жерде болғаннан кейін бұл жер бізде центральный шашылатын жер. Бұл жерді жинап болғаннан бір-екі сағатқа ғана тазалықты көресің, бір-екі сағаттан қайтадан шашыла бастайды. Кішкентай болғаннан тез шашылады. Менде негізі швабра мүлдем жоқ, қолмен сүртем барлығын. Кухняда енді мен шаң болған жерлерді жинастырып, барлығын орын-орнына қойып қойдым. Барлығы жылжып кеткен болатын. Сіздерге көрсетемін. Тез жинап шықтым. Ешқандай жаңағыдай май кетіру ештеңке болған жоқ. Тек қана жинастыру болды. Мінекей, жоғарғы жағын осылай жинап алдым. Мінекей. Одан кейін астыңғы жағын. Мінекей. Астыңғы жақта бізде тек қана бокал и тарелка болды. Басқа ештеңке қойғым келген жоқ. Өйткені мынандай майда шүйденің барлығы осы жерде тұратын болса, тарелка алуға кедергі болады. Сондықтан осылайынан барлығын босатып қойдым. Кейбір заттарды алып тастадым. Оларды жаңағыдай кладовкадегі контейнерге салып қойдым. Жоғарғы жақта бізде өте жаңағыдай шашылып кеткен болатын. Мінекей, жоғарғы жақты да жақсылап жинастырып алдым. Өте әдемі болып қалды. Барлығын сүрттім. Сразу и жаңағыдай көк тряпканы алып алдым.
сразу сыртын сүрттім, сатпал болып қалған, жаңағыдай кейбір жерлерін жөн сүртпеген анада сүрткен кезде солардың барлығын жақсылап сүртіп алдық. Жоғарғы жақтағы контейнерлер міне өз орнына келді. Мен күн ыстық кезде контейнерлердің барлығын үйге кіргізіп қойған болатын. Осы кухня бізде қатты ысып кетті да, барлығы ыстық болып кетті. Сондықтан көлеңкеге апарып қоюға тура келді. Барлығын орнына қойдым. Менде мына ұн салғыш сәл сарғайыпты, бұны жақсылап жуу керек. Ұн бітсін, содан кейін жақсылап жуып алам деген ойда отырмын. Одан кейін төменгі жағында бізде заварка, күнделікті өзім қолданатын специяларым тұр бұл жерде. Бұл жердегі артық заттарды алып тастадым. Өте жақсы болып қалды. Қазір сіздерге төменгі жақты көрсететін болам. Жақсылап жинастырып алдық. Бұл жерде де өте қатты шашылу болған болатын. Шаң басып кетті контейнерлерді, қоқым басып кеткен, солардың барлығын жақсылап жинастырып алдық. Одан кейін астында ондай қатты шашылу жоқ, тек қана шаңын сүртіп алдық. Ендігі кезекте мына жерде сіздерсіз жинауға тура келді. Бұл жерінде шаңын жақсылап сүртіп алдым. Барлығын қайтадан орнына қойып қойдым. Одан кейін бізде мына жерде жаңағыдай ыдыс-аяқтар тұрады, күнделікті қолданатын. Бұл жерде де жақсылап жинастырып алдық. Мінекей барлығын реттестіріп қойдық. Астында менде осындай техникалар тұрады. Өте оңай, өте жақсы. Осы жерден алып пайдалана беремін. Мінекей өзіме қатты ұнады. Жинағаным бұл жолы тез-тез жинадым. Анасында да шаңды сүртіп алдым. Чайник қалды жуылмаған. Одан кейін мына жерде менде сюрприз тұр. Мына бұрыштағы заттарды жақсылап жуып алу керек. Одан кейін пердені де жақсылап жуып алу керек. Стирка жуылды. Менде бүгін тек қана шалбар, шорты, сондайларды жудым. Кебуге қойып қойдым. Одан кейін полды да жақсылап жуып алдым. Мінекей сіздермен бірге жақсылап сүртіп алдым. Мына бұрышты да жақсылап жинастырып алдым. Бұл жерде гүлдерді алып тастадым, өйткені гүлімнің жапырақтары сарғайып жатыр. Неліктен екенін білмеймін, соны барлығын далаға шығарып тастадым. Бұл жердің де шаңын, паутиналарын барлығын жақсылап сүртіп алдық. Полды да жақсылап сүртіп алдық. Мына жерден сіздерсіз сүртіп алдым. Бұл жерді де жақсылап жинастырып қойдым. Домашний тапочки бар еді, оны жаңағыдай сыртқа шығарып қойдым. Буфетке, шкафқа салып қойдым. Алдында мама келген кезде маған мынандай сандали алып берді. Бағасы қанша деп ойлайсыздар? 1300 теңгеге скидкаға түсіп тұр екен. Сонымен біреуін алып бере салды. В общем, резина бұл бізде. Аяққа жақсы тұрады, өте жақсы. Маған қатты ұнады. Ойламаған жерден осындай сандали алып қалдым. Өзінің негізгі бағасы 3000 теңге негізі. Скидкаменен 1300 теңгеге алдым. Мен киемін 36 размер. Бұл жерде тек қана менің аяқ киімдерім ғана тұр. Үйдегілердің аяқ киімдері жоқ. Болды. Енді қазір мен пердені шайып, 1-2 минутқа далаға қоямын да қайтадан осы жерге ілетін боламын. Мына жерде дәуіт жүгіріп бара жатыр. Сіздерге көріне ма? Міне. Кетіп барады. Жоғары қарай кетіп барады. Бізде паук та, дәуіт те бәрі бар. Есік ашық тұрады, сондықтан барлығы үйге емін-еркін кіріп жүре береді. Олар да өз үйінде сезініп қалған бұл жерді. Ұн салғышты жуамын. Мыналардың барлығын жақсылап жуып алатын боламын. Мінекей гүлдерімді далаға шығарып қойдым. Менде гүлдерім жапырақтар сарғайып жатыр. Бірінші мынау сарғая бастады, өсіп жатыр, бірақ сарғайып жатыр. Или солай болу керек па білмеймін. Мына гүлдерім міне. Мынау пеперония. Бұл да сарғайып жатыр. Мінекей байқасаңыздар, мынау сарғайған, мынау сарғайған. Жота жандай жапырақтар әлсіздеу болып жатыр. Білмеймін неліктен екен. Мынау тфай-тфай жақсы өсіп келе жатыр. Традисканция да кішкене сарғайып жатыр. Мінекей жапырақтары. Или мен суды көп құйып жібердім, или жаңағыдай қуратып алдым. Күн ыстық кезде көп құймай. Сондай болып жатыр. Лимондарым, пока белгісіз. Нормально өсіп жатыр, тфай-тфай. Мынау уже ағашқа айналып келе жатыр. Сәл-сәл ағаштың түрі бар сияқты. Мынау енді жан-жақтан шығаратын сияқты. Мынау тіке өсетін сияқты. Мынау далаға қойып қойдым. Білмеймін, мен далада қалай тұратын. Шегірткелер бұндай жапырақты жей ма, жемей ма білмеймін. Көретін боламыз. Бірдеңке жетіспей тұр бұларға.
не жетіспей тұрғанын өзім де білмей отырмын, или суды артық құйып қойдым бұларға. Пока далада қойып қоямын, далада көретін боламыз қалай өсетін. Бізде ауа райы осындай.